Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін өздеріңізбен бірге қысқаша ғана бір тақырыпты ортаға салғым келеді. Ол Молдова құрамындағы Приднестровьеге қатысты. Бүгін Приднестровье сепаратистік аймағы біз Ресейдің құрамында болғымыз келеді, біз Ресейге қосылуды қалаймыз деген сынды мәлімдеме жасады. Бұл мәлімдеме қайдан шықты? 2006 жылы Молдованың құрамындағы Приднестровье сепаратистері өз аймақтарында псевдореферендум жасаған болатын. Әрине, бұл псевдореферендумның өткізілуіне мұрындық болған ол Ресей тарап еді. Сөйтіп, Ресейдің бақылауымен өткен референдум сымақта Приднестровье аймағының халқының 97% біз Ресеймен бірге болғымыз келеді деген шешім қабылдады деп Приднестровье сепаратистер мәлімдеме жасады. Тура осыдан 16 жыл бұрын. Енді міне сол референдум сымақтың нәтижесін Приднестровье сепаратистер қайта көтеріп, біз Ресейге қосылуды қалаймыз деген бүгін мәлімдеме жасап отыр. Неге дәл бүгін? Себебі 1992 жылы 22 шілдеде Приднестровьедегі қарулы қақтығыс тоқтады. Сөйтіп Молдова, Ресей, Приднестровье арасындағы үш жақты келісім жасалған болатын. Ол бойынша үш жақты келісімнің нәтижесінде Ресей Приднестровье аймағына бітімгерлік күштерін кіргізді. 3500-ге жуық сарбаз кірді, бітімгерлік күштері болып Ресейдің. Сонымен қатар бұл бітімгерлік күштердің ішінде Молдованың 1200 сарбазы болды, Приднестровье сепаратистерінің тарапынан 1200 қарулы жасақ болды, және бақылаушы ретінде кейіннен 1995 жылы Украина кірген болатын. Артынша енді бұл процестерге әрине ОБСЕ қатысты, өйткені Европада болып жатқан қарулы қақтығыс болғаннан кейін. Осылайша Приднестровье қарулы қақтығысы Молдованың құрамындағы Приднестровье сепаратистерінің Молдовадан бөлініп шығу ниеті ұзақ уақытқа тоқтап қалды. Яғни конфликт мұздатылды деген айтсақ болады. Конфликті бірақ араға 30 жыл салып қайтадан Приднестровье аймағы өзінің сепаратистік пиғылдарын қайта көрсете бастады. Биыл Украинада соғыс басталғаннан кейін, әсіресе наурыз айында Приднестровье аймағында бірнеше арандату іс-әрекеттері болды. Яғни осы аймақтағы әскери базаларға, бұл сепаратистік базалары, сепаратистердің базаларына шабуыл жасау, Приднестровье сепаратистерінің өздерінің билігіне бірнеше мәрте жарылғыш заттарды қою, Молдованың бақылауындағы аймақтарға жаңағы автоматпен оқ ату сынды осындай бірнеше мәрте арандатулар болды. Яғни бір сөзбен айтқан кезде Приднестровьеде қарулы қақтығысты жасауға ниетті топтар пайда болды. Бірақ ол топтар наурыз-сәуір айларында өзінің әскери іс-әрекеттерін бірнеше мәрте көрсетті, ал кейіннен бұл топтар қайтадан жаңағы қандай да бір әскери іс-қимылды жасаудан бас тартып, неге екені белгісіз, бұл арандату іс-әрекеттерін тоқтатты. Сондықтан да бұл арандатуды кім жасағанды әлі күнге дейін белгісіз. Украина бұны Ресей жасады дейді, Молдова тарапы бұны Приднестровье жасады дейді, Приднестровье тарапы бұны Молдова билігі жасады дейді, Приднестровье тарапы тіпті Молдова билігінен бөлек бұны Украинада жасады дейді. Яғни бір-бірін айыптау сол кезеңде болды. Қазір ол айыптаулар қайтадан бүгінгі мәлімдемеден кейін жаңағы аймаққа, медиа кеңістікке қайтадан шыға бастады. Енді Приднестровье сепаратистерінің бүгінгі жасаған мәлімдемесінен кейін Молдованың заңды билігі, яғни Кишинев, нақты мәлімдеме жасады. Ол мәлімдемеге біз назар аударатын болсақ, Ресей жылдам арада Молдованың аймағынан өзінің әскерін әкетуге тиіс. Яғни Приднестровьенің орналастырылған Ресей өзі бітімгерлік күштері деп атайтын, ал шын мәнінде ол халықаралық талаптарға сай болмағандықтан ешқандай бітімгерлік күштері болып саналмайтын әскери жасақты алып кетуге тиіс деген осындай мәлімдеме жасады. Неге Молдова құрамындағы Приднестровье осындай мәлімдемелер жасап отыр, яғни Ресейдің құрамына қосыламыз деген мәлімдемелер жасап отыр? Бұның бірнеше себебі бар деп түсінуге тиіспіз. Біріншіден, Молдованың конституциясына назар аударсақ, Молдова өзін бейтарап мемлекет деп жариялаған. Яғни бейтарап мемлекет дегеніміз Молдова қандай да бір әскери блокқа, әскери одаққа қосылмайды. Мейлі ол ОДКБ болсын, мейлі ол НАТО болсын, мейлі ол басқа әскери құрылым болсын. Яғни конституцияда ешқандай әскери құрылымға қосылмаймыз деген бекітілген. Бұл бір. Екіншіден, Молдова мемлекеті Европада немесе әлемнің қандай да бір басқа да аймақтарында болып жатқан қарулы қақтығыстарға қатыспайды. Бұл да Молдованың конституциясында бекітілген. Яғни Молдова өзін әскери тұрғыдан алып қараған кезде одақтарға қосылмайтын және қақтығыстарға қатыспайтын мемлекет деп бекіткен. Бұл конституциясы бұзылған жоқ, бірақ Молдова мемлекеті билігі ауысқаннан кейін осы
конституциясында бекітілген әскери одақтарға қосылмау, қақтығыстарға қатыспау немесе әскери жаттығуларды аз өткізу туралы пункттерді өзгертуге ниетті азаматтар пайда болды. Олар яғни Молдова билігі бұған дейін қазіргі президенті Майя Санду екенін білесіздер. Майя Сандуға дейін Молдованың билігінде Дадон отырды. Дадон ол ресейшіл көзқарастағы президент болды. Сөйтіп Ресеймен жақсы қарым-қатынас ұстады, яғни ресейлік позицияны жақтады. Ал Дадон биліктен кеткеннен кейін билікке Майя Санду келді. Майя Санду ол европалық бағытты қолдайтын саясаткер. Майя Санду әрине өзі сияқты үкіметті, европалық бағытты қолдайтын үкімет жасақтады, европалық бағытты қолдайтын парламентке партияларды әкелді. Бір сөзбен айтқан кезде қазіргі Молдова билігі ол европалық қауымдастықпен тығыз қарым-қатынасты орнатуды қалайтын билік. Майя Санду Молдованың құрамынан Ресейдің әскерін алып кетуді нақтылы әрі өткір түрде айтып жүрген саясаткер. Сонымен қатар соңғы уақытта Майя Санду Европалық одаққа Молдова кіруге тиіс деген мәлімдемелер жасады, және ол құр сөз болып қалмай, жақын арада Молдова Европалық қауымдастыққа кіру туралы өзінің жазбаша өтінішін білдірді. Бұның барлығы сөзсіз Ресейге ұнамайды, себебі бір жағынан бұл Европалық одақ қауымдастығына қосылу Молдованы күшейтеді, яғни экономикалық тұрғыдан Молдоваға қандай да бір гранттар, транштар бөлінеді, себебі Молдова Европаның ішіндегі кедей мемлекет саналады. Ал Европалық одаққа Молдова кіретін болса, ендеше ол экономикалық тұрғыдан потенциалы артады. Ал экономикалық тұрғыдан потенциалы артса, Молдованың әскери әлеуеті де артады. Ал әскери әлеует артса, демек ол Приднестровье мәселесін қарулы күштердің, әскердің көмегімен шешуге тырысады деген сөз. Яғни сепаратистік аймақты қарулы күшпен толыққанды өзінің құрамына қосуы бек ықтимал. Ал Приднестровьені өзінің құрамына қарулы күшпен қосатын болса, ендеше Ресейдің Европадағы тағы бір ықпал ету аймағынан айырылады деген сөз. Сондықтан да Ресейге бұл Молдованың қазіргі билігінің жасап отырған іс-әрекеті ұнамайды. Сондықтан да осындай бір Приднестровье аймағы арқылы Кишиневқа сигналдар жіберіп жатқаны айдан анық. Қазіргі таңда енді Приднестровьеде және Молдованың арасында қарулы қақтығыс басталып кететін болса, ендеше Молдова билігі қалай жауап береді? Және Молдова билігінің әскери әлеуеті қаншалықты деген сұрақ туындайды. Біріншіден алып қараған кезде Молдова халқының өзі өте аз. 2,5 миллион. Бұл дегеніміз өте аз. Ал әскери әлеуетіне назар аударатын болсақ, Молдова әскері әлемдік рейтингте 105-ші орында тұр. Яғни бұл өте төмен, өте нашар деген сөз. Молдова әскерінде шабуыл жасаушы танктердің саны 10-ға да жетпейді. Молдова әскерінде тіпті жойғыш ұшақ жоқ, мүлде жоқ жойғыш ұшақтар. Молдова әскерінде жаңағы теңіз әскери күштері жоқ. Молдова әскерінің тұрақты әскерінің саны 10 мыңнан аспайды. Резервистердің, яғни резервтік әскерінің саны бар болғаны 15 мың. Бұл дегеніміз өте әлсіз әскер дегенді білдіреді. Бір сөзбен алып қараған кезде бірнеше ірі ұрыста бұл шашылып қалатын әскер деген сөз. Ал енді сепаратистерге, яғни Приднестровьеге назар аударайық. Приднестровьенің әскери әлеуеті жаңағы Молдованың құрамындағы сепаратистік аймақ бола тұра біршама жақсы Молдовамен салыстырған кезде. Себебі Приднестровьеде жаңағы жойғыш ұшақтар, шабуыл жасаушы ұшақтардың саны болмаса да, оларда танктік батальондар бар. Бұл танктердің барлығын Ресей берген. Бұл бір. Екіншіден, Приднестровье әскерінің басым көпшілігін Ресейдің жаңағы тұрақты әскерлері күзетіп келе жатыр. Бұл екі. Үшіншіден, Приднестровье әскеріне жаңағы барынша тырнақшаның ішінде алып қараған кезде заманауи қару деп аталып жүрген Ресейдің қару өндіріс саласындағы қарулар келіп жетіп, яғни жыл сайын беріліп отырады. Әрине бұл жерде ауыр зымыран кешендері, артиллерия немесе ұшақтар жайлы әңгіме болып тұрған жоқ. Бұл жерде енді танктер, бронды техникалар, яғни БМП, БТР және тағысын тағылар деген сияқты соңғы үлгідегі Ресейдің автоматтары, пулеметтары, гранатометтары, яғни осындай бір көмектер беріліп келе жатыр. Ал жаңа өзім айтып өткенде, Молдова билігі өзінің қандай да бір әскери блоктарға қосылу немесе соғыстарға қатысу туралы шешімнен толыққанды бас тартып, өзінің конституциясына бекіткеннен кейін Молдова билігі қару-жарақ сатып алу бойынша да жаңағы біршама қолы қысқа, өз қолын өзі осы конституциядағы жазылған бейтараптық арқылы байлап тастаған мемлекет ретінде айтсақ болады. Приднестровье елі жалпы, Приднестровье сепаратистік аймағы жалпы Ресейге не үшін қосылуды қалайды? Біріншіден, енді бұл Ресейдің ықпал ететін аймағы. Екіншіден, Приднестровье аймағындағы тұратын халыққа назар аударсақ, бұл жердегі басым көпшілігі орыс тілінде сөйлейтін халық.
яғни ресми деректерге сүйенетін болсақ, Приднестровьеде 450 мыңға жуық адам тұрады, соның 30% орыстар. Яғни 150 мыңға жуық орыс бар, бұл бір. Екіншіден, 30% украиндер, 30% молдавандар, қалғандары болгарлар, ғағауыздар, румындар деген сияқты. 10% сондай бір өзге ұлт өкілдерін құрайды. Яғни Приднестровьеде 3 ірі жаңа ұлт бар. Олар орыстар, олар украиндар, олар молдавандар. Олардың барлығын басын қосушы, біріктіруші ол орыс тілі. Бұл бір. Екіншіден, Приднестровье аймағы, сепаратистік аймағы өзінің конституциясын, сепаратистер жазып шыққан конституциясын 2006 жылғы псевдореферендумнан кейін өзгерте бастады. Яғни олар өз конституциясын, өз заңнамаларын Ресейдің қазіргі конституциясы мен заңнамаларына жаңағы бірдей етіп жазды. Себебі болашақта қосыламыз, сондықтан біздің заңдарымыз бірдей болуға тиіс деп сондай шешім қабылдады. Екіншіден, олар өздерінің жаңағы тулары КСРО-ның туына өте ұқсас, назар аударсақ, сол КСРО туына ұқсас тумен қатар екінші мемлекеттік ту ретінде Ресейдің туын қабылдады. Яғни олар Ресейдің құрамына қосылу туралы шешімді осыдан бірнеше жылдар бұрын қабылдап тастаған. Енді міне Украина соғысынан кейін жаңағы осындай бір мәлімдемелер жасап жатыр, осындай бір өздерінің ниеттерін нақтылы көрсетіп жатыр. Енді Приднестровье аймағында қарулы қақтығыс болатын болса, ол Украинаға қалай әсер етеді? Біріншіден, Приднестровье сепаратистік аймағы Украинамен шекараласып жатыр. Бірнеше жүз шақырым шекарасы бар, ол Украинаның Одесса облысымен шекаралас. Бұл бір. Екіншіден, Приднестровьеде жаңа айтып өткендей Ресейдің әскері тұр. Яғни бұл Украинаның аумағына да қауіп төндіруші күштерге айналуы мүмкін, егерде Ресей Приднестровьеде соғыс басталса және Ресей осы аймаққа өзінің әскери күштерін топтастыруға барын салатын болса. Жалпы Приднестровьеге назар аударатын болсақ, бұл аймақта 2 ұшып қону жолағы бар әуежай бар екен, және бұл 2 әуежайда Ресейдің бақылауында. Егер ұрыс қимылдар басталатын болса, ендеше Украина сөзсіз осы 2 әуежайды жоюға барын салатын болады. Себебі Приднестровье құрлығыны, Приднестровье аймағы жалпы жаңағы шығысында Украина мен батысында Молдовамен шектесіп жатыр, ал басқа бірде-бір шекарасы жоқ. Яғни олардың суға шығатын мүмкіндігі жоқ, себебі су көздерін Украина бақылауында алып отыр, және Одесса облысы Қара теңізге шығатын мүмкіндікті жауып тұр. Сондықтан да бір сөзбен айтқан кезде Приднестровье аймағында соғыс қимылдар басталатын болса, ендеше ол Молдоваға да тікелей әсер етеді, ендеше ол Украинаға да әсер етеді, және жалпы европалық қауымдастықтың тұрақтылығына тағы бір әсер етеді. Негізінен Приднестровьеде болып жатқан қазіргі оқиғаларға қарап, оны Ресей жасап отыр ма, немесе оны Европа мемлекеттері жасап отыр ма деген сұрақ туындауы мүмкін. Менің ойымша, бұл іс-әрекеттердің артында Мәскеу тұруы әбден мүмкін, себебі Европаға қазіргі таңда Украина кризисінің өзі жеткілікті. Яғни 40 миллионнан астам халқы бар Украинадағы соғыс Европада біршама мәселелер туындатты. Біріншіден, босқындар. Яғни 5 миллионнан астам босқын қазір Украинадан шыққан босқын қазір Европа мемлекеттерінде жүр. Бұл Европадағы қауіпсіздік мәселесі, Европадағы босқындарға жәрдемақы беру мәселесі, босқындарды әлеуметтік қамсыздандыру мәселесі деген сынды мәселелер туындатады. Ал енді Украинамен шекаралас Европада орналасқан тағы бір мемлекетте соғыс болатын болса, 2,5 миллионға жуық халқы бар Молдовада соғыс оты тұтанатын болса, ендеше сөзсіз Европада тағы да босқындар кризисі пайда болады. Яғни 2,5 миллионға жуық халықтың кемі 1 миллионы тағы да Европа елдеріне босып кетуі әбден мүмкін, әбден ықтимал. Сондықтан да бұл іс-әрекеттердің барлығына қарай отырып, қазіргі Приднестровьеде болып жатқан арандатушы мәлімдемелердің артында Ресей тұр деп баға беруге болатын шығар. Қысқаша айтқанда, осы Приднестровьеде болып жатқан іс-әрекеттерге назар аударатын боламыз. Бүгінгі шығарылым ол қандай да бір сараптама емес. Бүгінгі шығарылым қысқаша осындай бір ақпарат айтылды және мәлімдеме жасалды деген сипаттағы жаңағы ақпараттық видео болатын. Сау саламатта болыңыздар.